Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Сіздерге Жанар Әбдішевнің «Өмір сүрсем кеш емес» атты кітабын оқуға кеңес беремін. Жанар Әбдішевнің «Өмір сүрсем кеш емес» аталатын кітабында мерзімдік баспасөзде жарияланған, оқырмандарға жақсы таныс бір топ туындылары енген, кейбір әңгімелердің тақырыптары автордың қалауымен өзгертіліп енгізілген. Тақырыптары әр алуан, замандарымыздың басынан өткен жай күйлері, тақырыптан шығар жол іздеген сәттері шынайы нанымды бейнеленген. Негізгі кейіпкерлері әйелдер, көлемді жағынан қысқа жазылған, әңгімелердің қайсы жүрекке жол тауып, оқырманын селқос қалдырмайды. Еліктіріп тартымды оқылады, тілі шырайлы, көркем. Жанар Әбдішевнің «Өмір саған ғашықпын» атты әңгімесінде ауылдың тағдыры, ауылдың өмірі, ауыл жағдайлары, қиын кезеңдері бейнеленген. «Нанның дәмі» атты шығармасында майданға кеткен жас сарбаз туралы айтылған. Оның әйелі Нарғыз, жалғыз анасы, сұрапыл соғыста басынан кешкен өмірлері туралы айтылған. «Жалғызым жалмауызым» атты туындысында Жалданбай мен Зейнептің жастары ұлғайғанда көрген Жазира атты Құдайдан сұралған қызы болады. Ол Алла Тағаладан оны ерекше жомарттықпен сүйкімді етіп жаратады. Төгілген жібектегі қара шашынан бастап қара тырнағына дейін бір міні жоқ қас сұлудың нағыз еді. Осы қызы дейтін Алматыға оқуға түсіп, басынан кешкендері айтылған. Сондай-ақ арманда кеткен ақ құсым, ғашық жүрек, жауапсыз махаббат, жүректегі сыр, өмір үлкен сахна, отбасы киесі, тілек тіле Алладан, қарттар қарап қалмады, әжемнің әңгімесі, қап әттен-ай, періште даусымен оқылған Құран немесе Нанның құдіреті атты шығармалары осы кітапқа енгізілген.